17-ші есеп. Теңдеу түбірлерінен үлкеннің мәнін табыңыз. Бізге мынандай теңдеу берілген. Алымында модулі бар. Теңдеуді жазып алайық. -2х плюс 5 модульдің ішінде бөлеміз 3-ке тең 8,5 бөлінген 1,7. Енді біз бұл теңдеуді жеңілдетіп алайық, яғни ықшамдап алайық. Қараңыздар. Мына өтірді былай қарай жылжытуға болады, және мына өтірді былай қарай бір орынға жылжытуға болады. Яғни бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады. Біз алымында бөлімінде 10-ға көбейтсек, онда біздің 8,5-іміз 85-ке, 1,7-іміз 17-ге ауысады. 85 пен 17 өзара қысқарады. Яғни 17-ге қысқартсақ мұнда 1 болады, алымында 5 болады. Енді бізде пропорцияның тамаша қасиеті бар. Шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Былай көбейтетін болсақ, демек модуль -2х плюс 5 бірге көбейтсек модульдің өзі болады, тең 3 көбейтілген 5 тең 15-ке. Енді қарайық. Модульдің ішінен бізде әр қашан оң сан шығады. Міне оң сан шығып тұр. Бірақ біз шын мәнінде модульдің ішінде оң сан ба, теріс сан ба білмейміз. Сол себепті модульді екі тәсілмен шығарамыз. Яғни бірінші жағдайда модульдің ішіндегі сан оң болсын. Яғни -2х плюс 5 тең 15 болсын. Және екінші жағдай модульдің ішіндегі сан теріс сан болсын. Себебі модульдің ішінде -15 болса да 15 шығады, плюс 15 болса да 15 шығады. Енді осы екі теңдеуді шығарайық. -2х, мынау плюс 5 теңдіктің ар жағына минус болып барады, яғни 15 минус 5 10-ға тең. Бұл жерде х тең, 10-ды -2-ге бөлеміз, минус 5-ке тең. Бұл біздің бірінші түбіріміз. Енді екінші түбірді табайық. -2х тең -15, мына жерде 5 плюс пен тұр, теңдіктің арғы жағына ол минус болып барады, минус 5. -2х тең, таңбалары бірдей, демек екеуін қосамыз, 20 болады, ортақ таңбаны қоямыз, минус 20. Х тең, минус 20-ны минус 2-ге бөлсек, минусты минусқа бөлсек плюс болады, 20-ны 2-ге бөлсек 10 болады. Бұл екінші түбіріміз. Енді бізге теңдеу түбірлерінен үлкеннің мәнін тап деді. -5 пен 10-ды салыстырсақ, бізде үлкені 10. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.